Жаңбыр мен қар туралы аз сыр. Жауған әрбір тамшы жаңбыр мен әрбір жапырақ қарды бір періште жерге алып түседі. Әрі осы періштелер оларды Алла қалаған жерге апарып қояды. Міне осылай жаңбыр не қар жауғанда жер жүзі есепсіз періштелерге толады да, адамдар жаңбыр немесе қар жауғанда ерекше бір түрлі жүрек тыныштығын сезінеді, шаттыққа толы тылсым рухани күйге бөленеді. Тамшы жаңбырды періште өз орнына қойған соң кетіп қалады, ал қарды апарған періште сол қар жапырағы еріп кеткенше сол қармен бірге тұрады. Демек, қар апаратын періштелер орнынан бірден кетіп қалмайды. Сондықтан қар жауған кездегі илахи тыныштық тіпті де күшті, тіпті де айқын болады. Жауын қар жауған кезде періштелер өте көп болғандықтан олар жауғанда тілеген дұға да оңай қабыл болады. Исламда жаңбыр қар жауса, жаңбыр жауды қар жауды деп айтпайды, бірақ рахым жауды дейді. Қазір ақыр заман болғандықтан адамдардың Аллаға қарсылығы тым асып кетті де, кейде жауын жауса, ол топан суға айналып адамдарға залал әкеледі. Сондықтан пайғамбарымыз ақыр заманда жауған жаңбыр да қарғысқа өзгеріп, адамдарға рахым түрінде емес, азап пен жаза түрінде келеді деп айтып кеткен.